жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық табылса да. Абай Құнанбаев. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған, өлді деуге сияма, айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Шәкәрім Құдайбердиев. Тіл тазалығы дейтініміз ана тілдің сөзін басқа тілдің сөзімен шұбарламау. Ахмет Байтұрсынұлы. Кімде-кім қазіргі уақытта ана тілін, өзінің әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті адам деп санауға болмайды. Мұхтар Әуезов. Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткеніне де, болашағынан да қол үзеді. Ғабит Мүсірепов. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін, ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Мұқағали Мақатаев. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қадыр Мырзалиев. Ана тілін білмейтін адам бір қолы жоқ шолақ адам сияқты. Ғабиден Мұстафин. Анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған, төрт анасын сыйламаған халықтың ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған. Мұхтар Шаханов. Төртінші бір айтайын дегенім әлгі талдауға байланысты идея. Игіліктің 12 қанат ақ үйінің, енді тағы да мәтін, текст. Әр керегесін 4 жігіт қолдасып, әрең көтеріп, әрең жайды. Шаңырақта өні жел бауынан керегеге асып қойып, одан кейін 4 жігіт бақанмен әрең көтеріп. Дәл қазір үйді айнала тұра қалған салтатты жігіттер әрқайсысы бір-бір оқшаншып, шаңырақты жоғары көтеріп алып бара жатыр еді. Байтақ даланың қожасы, игілік бидің 12 қанат ақ көз үйі, бұл символ. Осы орданың озбыр отаршылдық қалай шайқалтқанын, әркімді заман сүйремек, заманды қайжан билемек, заманға жаман күйлемек, замана оны билемек деп. Абай айтқандай, игіліктер мен жұмандарды заман қалай қарай қайтып сүйрегенін, малдылар ма, қалталылар ма, ол заманды кім қалай билегенін, жақсысы қайсы, жаманы қайсы, әйтеуір заманға қай жаман қалай тырнақша қалып айтқанда күйлегенін, оны заман қалай изегенін Мүсірепов оянғаннан бері асқан шеберлікпен, әм сұңғыла білгірлікпен жарқырата ашып көрсете тұра, елдің ең байлығын ақыр аяғында бәрібір жат қолында қалдырды.
тізін басып жатқан. Нарықтық қатынастың келуіне орай рухани қажеттілік ығысып, қалталыларға орын берді. Осыдан келіп жазушының да, оқырманның да көңіл күйі бұзылды. Теледидар бәрін тартып алды. Бұл адамды ойландыратын құдірет. Естелік әдебиет, естелік эпопеялар шырқау биікке шықты. Ардагердің бәрі жазушы. Пышақтың қырындай ұнпарағы шыққан бәрі жазушы. Олардың көпшілігі жазушылар одағының мүшесі. Осындай жағдайда әдебиет іске асама, кітап оқылама. Қуандық Түменбай.